Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бүгін біз сендермен музыкалық ырғақтар әлеміне саяхатқа барамыз. Бұл әлемде ырғақ атты қансада тұрады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Біз ырғақты күнде кездестіреміз. Мысалы, біз жүргенде біз ырғақпен жүреміз. Ал егер қолымызды жүрекке қойсақ, жүректің ырғағын естиміз. Сағатқа қарасақ та, сағатта ырғақпен жүреді. Қазір бәріміз осы музыкалық ырғақтар әлеміне көңілді паровозбен барайық. Сендер суретте күн көріп тұрсыңдар. Үлкен және кішкентай күн. Үлкен күн бізде ұзақ дыбыс, ал кішкентай күн қысқа дыбыс. Ұзақ дыбысты қалай біз айтамыз? Та, а кішкентай дыбыс, кішкентай суреттегі күнді қысқа дыбысты қалай айтамыз? Ти. Ал қазір балалар, мына жерде міне аспаптар бар. Осы аспаптармен осы ырғақты тізбекті ойнап көрейік. Қанекей кім ойнап береді? Баяны келген ғой. Қандай аспапты аласың? Тәлтөяқтың өмесіне қанекей тұра ғой. Қазір музыканы қосам, тәлтөяқпен осы тізбектерді ойнап бересің. Мынау ноталарды жасыру керек екен. Қане тапсырмаларды орындап көреміз ба? Бірінші нота бізде қандай? До нотасы. До нотасының тапсырмасын маған алып береді Малика, келе ғой. Қайда бізде до нотасы? Жұмбақ. Қане жұмбақты шешейік. 5 жолмен жүреді, бар әуенді біледі. Бұл не? Қалай білесіңдер? До және тақында ноталар бар. Ноталар, қане айтып шығайықшы? Қосалқа күйі қазақ қыздарының сыпайы, сабырлы мінезін бейнеленген. Композитор сыңғырлаған алқаның дыбысын күйге қосқан. Бұл күй су әкеліп жатқан қос алқалы қыздың әсем жүрісімен сырғасының сыңғырын суреттейді екен балалар. Ал қанекей балалар, қазір міне осындай қуыршақтармен қосалқа күйіне би билеп жіберейік. Аспапты сен танысаң, киіз үйін таба ғой. Қай аспап қазір ойнайды? Сол аспап билейді.